Боранбай, мен енді қалай айтуға болады, қоғам белсендісі деп санайды мені. Жыл сайын осы паркке келіп тұрам, осы кездері әрине бұл шаралар керек. Ұлы Отан соғысын, енді екінші дүниежүзілік соғысын біз ұмытпауымыз керек. Ол әрине түсінікті. 1,2 миллион қазақстандық соғысқа, майданға шақырылып, оның 600 мыңы қаза тапқан, оның ішінде 125 мың қазақ қаза тапқан. Біз оларды ұмытуға хақымыз жоқ. Бірақ біздің тарихымыз енді 45 жылдан ғана басталмайды ғой. Бізде отан қорғаған, оның алдында қазақтар болған, қазақ елі, қазақ жері қорғаған. Осыны өкінішке осы тақырыптарды мен көрген емеспін. Осы жерде өткізгенім осындай бір ұйымдасып, бір қоғам болып, бір мекемелер келіп, оқушыларда келіп, ондай жоқ. Ол өкінетін жағдай. Сосын Кеңес одағын отан қорғадық деп түсінікті болса да, екінші жағынан біз ұмытпауымыз керек. Кеңес одағы қазаққа көрсеткен жақсылығы енді шамалы, жасыратын ешнәрсе жоқ. Оны мына соғыстың алдында 6-7 жыл бұрын ашаршылық болған, зұлмат кезін ұмытпауымыз керек. Миллиондаған қазақ қырылып, жер ауған. Оның алдында Кеңес одағы осы елімізге 10 халықты депортация жасап, оның 7 өз автономиялықтарына айырылған. Оны да айтып өту керек. Тарих объективті түрде берілу керек. Жаңа жастарға айтып отыр, біз ұмытпауымыз керек. Біз ұмытпасақ, ештеңені ұмытпауымыз керек. Бұлай болмайды, бір жағын ғана көрсетіп, екінші жағын айтпай өту. Қандай ұсыныс айтасыз? Ұсыныс, енді біздің мемлекет, білім орын департаменті және басқалары, әкімшілік осы күндері, басқа кездері, 31 мамыр бар мысалы, тура осындай шаралар өткізсе жақсы болады. Біздің белгілерімен, қазақтың белгісімен, қызыл Кеңес одағының тулары, жалауларымен емес, патшалық империяның георгиевский ленталарымен емес, біздің белгілерімен. Енді Қазақстан егемендік алған 30 жыл болды, әлі күнге шейін біздің Кеңес одағын мұрасын әкеліп ұстап келатырмыз. Ол кез келген шығар, біз енді оны қоқыс ретінде шелекке тастамайды деп, тастайды деп айтып тұрған жоқпын. Бірақ объективті көрсетуге ұсыныс бар еді. Осы біздің билікке, осы біздің мемлекет шенділерге соған мән беріп, патриоттар ештеңені ұмытпайды. 9 майды еске алып тұрсақ, басқа да біздің күндерді еске алып тұрайық, оны да ұмытпайды. Ата-бабаларымызды ұмытпайды. Біздің қазақ батырлары тек қана соғысқа қатысқан батырлар емес, екінші дүниежүзілік оның алдында да болған, Кенесары хан да болған, және басқалары болған. Оларды да біз айтып, тура осылай әкеліп, марапаттап көрсетуіміз керек, құрметтеп. Айтайын деген осы. Сізге рахмет.